Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Бисмиллахир рахманир рахим. Қазақша, арабша Құран хатым оқу. Әл-А'раф сүресі 117 аят. Қуылған шайтан кесірінен Аллаға сыйынамын. Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Сол сәтте Мұсаға аса таяғыңды лақтыр деп уахи аян бердік. Сол-ақ екен, әлгі аса таяқ бірден сиқыршылардың көз байлап көрсеткен сиқырларының бірін қалдырмай жалмап жұта бастады. Енді арабшасы. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Бисмиллахир рахманир рахим. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. Нәтижеде ақиқат баршаға аян болып, олардың істеген барлық сиқырлары түкке тұрғысыз екені айқындалды. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. Сөйтіп сол арада Перғауын мен оның жасақтары бүкіл елдің алдында жеңіліс тауып жер болды. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. Ал Алланың құдіретін өз көзімен көрген сиқыршылар болса, жаппай сәждеге жығылды. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ. Олар, біз әлемдердің Раббысына иман келтірдік. قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Мұса мен Харунның Раббысына иман келтірдік деді. Рабби Муса ва Харун. Перғауын оларға, демек, мен рұқсат етпей тұрып оған иман келтіретін сабаз екенсіңдер ғой. Шүбәсіз бұл осы қаланың жергілікті халқын ата мекеннен қуып шығу үшін осында келіп, ауыз жаласып істеп отырған айла амалдарың. Ендеше менен көресіні әлі-ақ көресіңдер. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. Қол аяқтарыңды шалыс, яғни оң қолдарыңмен сол аяқтарыңды немесе керісінше шабамын. Содан кейін бәріңді құрма ағаштарына асып қоямын деп доқ көрсетті. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ. Сиқыршылар сонда да қасқайып тұрып, біз қайткен күнде де Раббымызға қайтамыз. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. Сен бізден Раббымыздың өзімізге келген аяттарын көріп, иман келтіргеніміз үшін ғана өш алудасың деді. Содан соң Аллаға, о Раббымыз, бізге сабырлық бере көр. Жанымызды бір өзіңе мойынсұнған мұсылман күйінде Алла көр деп жалбарынды. وما تنقموا منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. Перғауын қауымының шынжыр балақ, шұбар төс шонжарлары Мұса мен қауымын жайына қоя беріп, осы жерде лаң салып бұзақылық жасағанын, онымен қоймай өзіңді һәм құдайларыңды тәрк еткенін қалайсың ба деді. Сонда Перғауын, жоқ, олардың еркек кіндік балаларын жаппай қырамыз, ал қыз балаларын өзімізге күң қылып қорлау үшін тірі қалдырамыз. Шүбәсіз біз олардан үстембіз деп үкімін айтты. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك
قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. Мұса болса өз қауымын: Алладан жәрдем тілеңдер һәм сабырлық танытыңдар. Шүбәсіз жер беті түгелдей бір Аллаға тиесілі. Ол оны құлдарының арасынан қалағаны нәсіп етеді. Ақырғы жеңіс Аллаға тиісінше тағзым ететін, оған асылық қылудан сақтанып, бұйрықтарын бұлжытпай орындайтын тақуалардың еншісінде деп жұбатты. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. Сонда олар Мұсаға: біз сен келмей тұрып та, келгеннен кейін де зәбір-зомбылықтан көз ашпадық деп мұңдарын шақты. Мұса оларды бір жағынан жұбатып, екінші жағынан ескерту жасап былай деді: қайдан білесіңдер, бәлкім Раббыларың қас дұшпандарының көзін жойып алып жердің бір бұрышында сендерге де билік құруды нәсіп етер, һәм содан кейін не істеп не қоятындарыңа да қарайды. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. Расында перғауын әулетін ойлансын, сабақ алсын, сөйтіп тәубесіне келсін деп жылдар бойы қуаңшылықпен, өнімнің аздығымен жазаладық. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. Олар жақсылыққа, молшылыққа кенелсе, біз бұған әбден лайықпыз деп масаттанады. Ал бастарына жамандық келсе, сол жамандық Мұса мен маңайындағылардың кесірінен болды деп жориды, ырымдайды. Жоқ, олай емес. Олардың өздерінше ырымдап, жақсылық немесе жамандық дегендердің бәрібір Алланың үкімі һәм жаратуымен болады. Алайда олардың көпшілігі хақ ілімнен мақрұм болғандықтан мұны білмейді. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. Сондай-ақ олар Мұсаға: көзімізді байлап, басымызды дуалау үшін бізге қанша жерден мұғжиза көрсетсең де бәрібір саған сенбейміз дейтін еді. وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ. Содан бәлкім ойланып тиісінше сабақ алар һәм тәубелеріне келер деп шексіз құдіретіміздің бірер айғағы ретінде оларға бірде топан су жіберсек, бірде обыр шегіртке, бірде құрт құмырсқа, бірде құрбақа қаптаттық. Сондай-ақ суларын пайдалануға мүлдем жарамайтындай етіп қып-қызыл қанға боядық. Алайда олар сонда да көкірек керіп тәкаппарлануын қоймады һәм күнәдан тыйылмайтын асы қауым болып қала берді. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا فكانوا قوما مجرمين. Олар бастарына бәле жауып, азап шеккенде Мұсаға келіп: әй Мұса, Раббыңның өзіңе жүктеген пайғамбарлық міндетінің һәм дұғаларыңды қабыл аламын деген хақ уағдасының құрметіне оған дұға ет. Егер бізді мына азаптан құтқарсаң, шүбәсіз саған иман келтіреміз һәм Исраил ұрпақтарын міндетті түрде құлдықтан босатып өзіңмен бірге жібереміз деп айтатын еді.
ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. Сөйтіп берген уәделерін орындай алатын белгілі мерзімге дейін соларды жазалауды тоқтатсақ, бірден сертінен тайып шыға келетін еді. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ هُمْ بالغوه إِذَا هُمْ ينكثون. Аяттарымызға сенбеген һәм оларға немқұрайлы қарағандығы үшін тиісті жазаларын беріп, теңіздің тұңғиығына батырдық. فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ. Нәтижеде ғасырлар бойы қорлық көріп, жапа шегіп келген қауымды өзіміз құт-береке дарытқан Шам жерінің шығысы мен батысына, яғни түгеліне дерлік мұрагер қылдық. Уа Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам, міне Раббыңның Исраил ұрпақтарына берген керемет уағдасы олардың сабырлылық танытқанның нәтижесінде осылай толық орындалды. Бұған қоса Перғауын мен қауымының ғасырлар бойы өнер сәулет туындыларын тұрғызған зәулім сарайларын өсірген бау-бақшаларын жермен-жексен еттік. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. Исраил ұрпақтарын теңіздің арғы бетіне өткіздік. Содан олар жол жөнекей өздеріне тиесілі бір қатар пұттарға табынатын бір қауымға жолықты. Сонда олар: «Әй Мұса, бізге де мыналардың құдайлары сияқты бір құдай жасап бер», деді. Мұса оларға: «Сендер расында надандықтың шырмауынан шыға алмаған қауымсыңдар». وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. Расында бұлардың дін деп ұстанғаны құрған жалған дін, һәм құлшылық деп істеген бүкіл істері жалған, түкке тұрғысыз құр әурешілік. Инна хаулаи мутаббарум ма хума фихи ва батилум ма кану я'малун. Алла сендерге хақ дінді нәсіп ету арқылы өзге қауымдардан мерейлеріңді үстем қылғанда, сендерге Алладан басқа құдай іздемекпін бе деп жауап берді. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. Әй Исраил ұрпақтары, естеріңде болса, сендерді қара жұмысқа жегу арқылы адам айтқысыз азапқа салған Перғауын әулетінен құтқарған едік. Олар ұл балаларыңды шетінен өлтіріп, қыз балаларыңды өздеріне күң қылып, қорлау һәм жергілікті қыптиларға күштеп қосып тұқымдарыңды құрту үшін тірі қалдыратын еді. Біле білсеңдер, осының бәрі сендерге Раббыларыңнан келген үлкен сынақ еді.
وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. صدق الله العظيم. 141 ayetten sonra.